Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен көпшіліктің жүрегін жаулаған шоколадты құлпынайды бірге жасайтын боламыз. Ол үшін бізге алдымен шоколадты дұрыс темперировать ету қажет болады. Шоколадымыз бөлме температурасында еріп кетпей, өзінің жақсы біркелкі қалпын ұстап тұру үшін міндетті түрде бізге темперирование жасау қажет. Ең басты құрал темперирование жасағанда бізге осындай перометр қажет. Шоколадтың температурасын өлшеу үшін, және де бізге табиғи шоколад қажет болады. Менде осындай молочный бельгийский шоколад кез келген кондитерлік дүкендерден таба аласыздар. Ал дүкендегі жай плиточный шоколадтар темперирование жасауға жарамайды. Ең алдымен құлпынайларымызды міндетті түрде ағынды суда жақсылап жуып, қағаз сүлгінің көмегімен суынан жақсылап құрғатып аламыз. Барлығын құрғатып алғаннан кейін құлпынайларымыздың барлығына осындай ағаш шпажкаларды қадаймыз. Үлкен шпажка болса біреу қолдансаңыз болады, ал егер осындай тіс шұқитын шпажка болса, онда екеуін қадаймыз. Бізге шоколадқа малуға ыңғайлы болу керек. Енді шоколадымызды темперирование жасау үшін осындай пластмасса ыдыс пайдаланған жөн. 150 грамм шоколадты өлшеп аламыз. Жалпы бұл темперирование калета арқылы темперирование жасау деп аталады. Яғни еріген шоколадтың жалпы массасының 30%-на осы калеталарды қосу арқылы темперирование жасаймыз. Яғни 45 граммын алып қалдым. Енді шоколадымызды қысқа толқынды пеште импульс арқылы, яғни әр 20-15 секунд сайын алып араластырып отырамыз, және де бізге градусын 43-45 градусқа жеткенше еріту керек. Соңында 5 секундтан қойып алып өлшеп отырсаңыз болады. Менде қазір 39, тағы 5 секундқа қойдым, 46 градусқа жетті. Сәл араластырып градусын 43-44-ке түсіріп аламыз. Міне бізде 43 градус болды, бізге нағыз керек температура. Енді жаңағы алып қалған 45 грамм шоколадымызды осының үстіне қосып, жақсылап араластырамыз. Барлық калеталар бізде еруі керек. Және ол бізде молочный шоколад 31 градусқа дейін суы қажет. Бізде қазір 33 болып тұр, сондықтан тағы бір шамалы қосып жібереміз калеталарды. Бізге жұмыс температурасы міндетті түрде 31-30 градус болу керек. Кейіннен салғанда барлық калеталар еріді. Міне бізде 31 градусқа жетті, яғни нағыз бізде жұмыс температурасы. Осындай кондитерлік қапшыққа бір кішкене ғана құйып алып қалдым. Ол бізге узор жасау үшін қажет. Қалғанын осындай ыңғайлы аласа кружкаға немесе стаканға құйып аламыз. Енді әр құлпынайымызды осылай шөбін шпажкамен қосып ұстап, ақырын ұқыпты күйде шоколадымызға маламыз. Артық шоколадтарын ағызып жібереміз. Алдын ала дайындап қойған пергамент қағазына немесе фольгамызға осылай қоя береміз. Бізде дұрыс темперирование жасалған шоколад ақырындап өзі бөлме температурасында матовый күйге еніп, өзі қата бастайды. Барлық құлпынайларымызды дәл осылай жасап шығамыз. Менде бұл жерде 10 құлпынай шықты. Өздеріңіз көріп тұрғандай, міне бөлме температурасында тұрып, өз бетінше шоколадтарымыз қатты. Енді біз бағана алып қалған кішігірім шоколадымыздың ұшын сәл ғана тесіп, осындай әдемі узорлар жасап шығамыз. Немесе кез келген өзіңіз қалаған посыпкаларды сеуіп, әдемілеп сәндеп қойсаңыз болады. Егер де ақ шоколадпен жасағыңыз келсе, дәл осылай темперирование жасаймыз, бірақ біз оны 29 градусқа дейін суытатын боламыз. Міне біздің құлпынайымыз осылай қатып, өз орнынан оңай алынады, ешқандай шоколадтың ізі қалмаған, дұрыс темперирование жасалған осындай болып шығады. Осындай арнайы қорапқа әдемілеп салып, тапсырысқа жасап, кәсіпке айналдырсаңыз болады. Немесе алда келе жатқан мерекеге өзіңіздің жақындарыңызды, анаңызды, құрбыңызды, әпке қарындастарыңызды құттықтап, өз қолыңызбен сыйлық қып жасауға да болады. Біздің шоколадты құлпынайымыз өте әдемі және өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецепт арқылы жасап көріңіздер, жақындарыңызды қуантыңыздар. Сіздермен болған мен Саяна, астарыңыз дәмді болсын.